Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен жердің сандық үлгісін жүктеу және сонымен байланысты мозаика құрастыру және берілген экстент бойынша кесу операцияларын орындаймыз. Жерді сандық үлгісімен жұмыс жасау үшін біз Google Chrome браузеріне кіріп USGS Earth Explorer атты сұранысты жазамыз және ең алғашқы ашылған сайтқа өтіп, біз егер сіздерде логин пароль болмаса, сіздер ең алдымен сол жаққа тіркелгеннен кейін өзіміздің зерттеу аймағымызды анықтауымыз қажет. Мысалы, сіздерде ең алғашында мысалы берілген логин бөлімінде ешқандай ақпарат болмаса, сіздер міндетті түрде тіркелулеріңіз қажет, яғни бұл деректерді жүктеу үшін sign in, create new account басатын болсаңыздар, сіздерге келесі ақпараттар көрініс табады. Егер кейбір қателіктер болса, онда біраз уақыттан кейін ашсаңыздар болады. Тіркелгеннен кейін сіздер өздеріңіздің логин парольдеріңізді жазу арқылы сіздер осы жүйеге кіре аласыздар. Осы жүйеге кіргеннен кейін сіздерде келесідей карта пайда болады. Осы картада біз өзіміздің зерттеу аймағымызға, зерттеу облысымызға барып, өзімізге қажетті деректерді белгілеулеріміз қажет. Егер картаға жақындататын болсақ, өзіміздің зерттеу облыстарымыздың шекарасы айқындалады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, мысалы біз Түркістан облысының шекарасын алатын болсақ, мысалы бұл деректерді белгілеу үшін мышканы сол жағымен басып, өзімізге қажетті деректерді қамтитын маркерлар қойып шығамыз. Мысалы, осы маркерлар біздің зерттеу аймағымызды толығымен қамту керек. Ал сіздерде өз кезектеріңізде өздеріңіздің зерттеу нысандарыңызды аласыздар. Маркерлар қойылғаннан кейін біз datasets бағанасына көшеміз. Datasets бағанасында Digital Elevation бағанасын ашып, SRTM-ді қолданамыз. SRTM-ді басқаннан кейін SRTM ArcSecond Global атты птичканы қоямыз. Results-ты басатын болсақ, бізде Түркістан облысының аумағын қамтитын растрлық түсірістер пайда болады. Осы растрлық түсірістерді біз, мысалы, бізде қанша 3 парақ бар, 3 парақтың барлығын біз жеке-жеке жүктеуіміз қажет. Мысалы, ең алғашқы табан батырмасын басу арқылы, мысалы, іздерді басамыз да, осы жақта ақпараттар жүктеп аламыз. Ақпараттар жүктеу үшін мына бөлікте Download Options батырмасын басу арқылы бізде келесідей терезе пайда болады. Осы терезеде GeoTIFF батырмасын басамыз. GeoTIFF батырмасын басқаннан кейін сіздер загрузка, яғни downloads бағанасында ғарыштық түсірістің, яғни жердің сандық үлгісінің түсірісі сәтті жүктеліп жатқандығы туралы ақпарат аласыздар. Яғни осы бағытпен, осы алгоритмді негіз арқылы, мысалы, біз бірінші бағананы жүктедік, оны табанды алып тастаймыз. Яғни біздің бірінші аймақ жүктелді. Осылай біз барлық 3 парақты жеке-жеке жүктеу арқылы келесі қадамға көшеміз. Берілген ғарыштық түсірістер, яғни жердің сандық үлгісінің түсірістері сәтті аяқталғаннан кейін сіздерде downloads немесе өздеріңіз папкаларыңызда келесідей көрініс табады. Яғни осы пәнді практикалық жағынан игеру барысында сіздердің жеке папкаларыңыз болу керек. Яғни осы папкада raster, CMR атты батырмаларды, яғни файлдарды, папкаларды ашуларымыз қажет. Енді осы ғарыштық түсірістер, осы растрлық түсірістер дұрыс жүктелгеннен кейін біз QGIS бағдарламасын ашамыз. QGIS бағдарламасын ашқаннан кейін layer-ға барамыз. Layer, add layer, add raster layer дейміз. Енді осы жақта, мысалы, өзімізге қажетті папкамызға барып, мысалы, дисциплина 2025, открытое программирование, практические занятия, raster, CMR, өзімізге қажетті барлық түсірістерді Shift-ің көмегімен басып, открыть батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде келесідей көрініс табады, яғни әрбір түсіріс жеке-жеке бір аймақты қамтиды және олар бір-бірімен байланыссыз. Яғни осы деректерден бір мозаика құрастыру үшін біз raster бағанасына өтіп, осы жақта, мысалы, merge батырмасын merge құралының көмегіне жүгінеміз. Merge құралын ашқаннан кейін zero input selected деді. Осы жақта input layers-ті басамыз да, select all-ды басамыз. Яғни бізге барлық растрлық түсірістерді таңдауымыз қажет. Окейді басамыз.
Енді бізде output data type'ті анықтау үшін, яғни болашақта сіздер басқа да растрлық түсірістер мен мозаика құрастырған кезде бұл өте маңызды болып табылады. Яғни бірнеше растрдың осы мозаиканың output data type, яғни деректер типін анықтау үшін кез келген біркелкі растрға басып propertiesқа кіретін болсақ, бізде information бағанасында ол туралы ақпарат жазылады. Яғни ақпарат жазылғаннан кейін көріп отырсаңыздар, оның data type ақпаратында int 16 деп тұр. 16 bit signed integer дейді. Яғни signed integer бағанасы осы биттік негіз осы жақта айқындалатындығы көрініс табады. Енді float 32-ні біз int 16-ға өзгертуіміз қажет. Advanced параметр солай қалады. Енді merge-да, мысалы, сіздер қай жаққа сақтауларыңыз қажет. Осы деректерді merge батырмасын басып save to file басамыз. Яғни бұл жақта, мысалы, бізде бір бағананы таңдап, мысалы, CMR-дің ішінде жаңа папка ашамыз. Process деп ашамыз. Обработанный. Процесстің ішіне кіріп, мысалы, мозаик Түркістан дейміз. Мозаик, яғни бірінші бөлігі мозаика, екінші зерттеу аймақтарыңыз анықталу керек. Сохраниті басамыз, run батырмасын басамыз да, бізде процесс сәтті жүріп жатқандығы көрініс табады. Біздің мозаика құрастыру процессіміз сәтті аяқталды, яғни complete операциясы орындалғандығы көрініп тұр. Біз бұны жабамыз да, мысалы, бізде өзіміздің деректеріміз көрініс табады. Енді қалған деректерді біз shift-тің көмегімен алып тастауымыз қажет. Remove layer. Окейді басамыз. Яғни бізде Түркістан облысының жердің сандық үлгісі көрініс табады. Алайда көріп отырсаңыздар, төменгі бөлігінде, яғни басқа аймақтарда қара no data value атты бағана көрініс тауып тұр. Яғни бұны біз мысалы мына жақта identify құралының көмегімен басатын болсақ, оның каналы 0 екендігі, яғни value көрсеткіші 0 екендігі анықталған. Енді оны алып тастау үшін properties'қа кіреміз. Properties'та transparency'ға кіреміз. Transparency'да сіздер көріп отырғандарыңыздай additional no data value 0. Мынау осы жақта қалады, окейді басамыз да. Біздің аймағымыз тек сол аймақта екендігі көрінген. Енді біз осы аймақты өзіміздің зерттеу облысымыз бойынша бөлу үшін ең алдымен біздер layer-ға кіреміз. Add layer, add vector layer. Осы жақта біз өзіміздің, мысалы, бізде Түркістан болса Түркістан, Батыс Қазақстан болса Батыс Қазақстан, басқа да облыстардың векторларын осы жаққа жүктеуіміз, импорттауымыз қажет. Мысалы, настройки без приложения, мысалы, мына жақта менде Түркістан облысының шекарасы тұр. Әтті басамыз. Енді бізде келесі тапсырма осы зерттеу аймағы бойынша кесу операциясын орындау. Кесу операциясын орындау үшін тағы да растр құралының көмегіне жүгініп, извлечение, clipped, raster by mask layer дейміз. Осы жақта input layer-ға мозаик Түркістан, mask layer-ға Түркістанская область, осы екеуін белгілейміз да, төменгі бөлігінде clipped mask, яғни saved. Егер сіздер осыны осылай қалдыратын болсаңыздар, бұл уақытша файлға жүктеледі, сақталады. Ал егер сіздер өздеріңіздің директорияларыңыз көрсететін болсаңыздар, clipped mask save to file-ды басамыз. Save файлды басқаннан кейін өзіміздің raster CMR process папкасының ішінде мозаик Түркістан clip деп кесілген, яғни біздің зерттеу аймағы бойынша кесілген операциясын орындаймыз. Біздің кесу операциямыз сәтті аяқталды. Біз құралымызды жабамыз. Енді басқа аймақтарды қараймыз. Яғни бұл жақта да тура сол принцип, төменгі бөлігінде қара 0 көрсеткіші көрсетіліп тұр. Ол үшін бағана көрсетілген бағана бойынша transparency 0-ді басамыз да, окейді басамыз. Яғни біздің зерттеу аймағымыз бойынша жердің сандық үлгісі сәтті аяқталғандығы көрініс табады.